Саламатсыздар ма оқушылар, 6 сынып математика оқулықтағы 1241 есептің шығарылуын көрсетейін. Бірінші 15 санын 2 бүтін оң санының қосындысы түрінде жаз. Қосындыны неше нұсқада жазуға болады? Былай болса 15 1 мен 14-тің қосындысы, 15 2 мен 13-тің қосындысы, 15 3 пен 12-нің қосындысы, 15 4 пен 11-дің қосындысы, келесі 5 пен 10-ның қосындысы, келесі 6 мен 9-дың қосындысы, келесі 7 мен 8-дің қосындысы. Барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 нұсқада жазуға болады екен. 7 нұсқа. Келесі екінші 60 санын 2 бүтін оң санның көбейтіндісі түрінде жаз. Көбейтіндіні неше нұсқада жазуға болады? Былай болса 60 1 мен 60-дың көбейтіндісі, 2 мен 30-дың көбейтіндісі, 3 пен 20-ның көбейтіндісі, 4 пен 15-тің көбейтіндісі, 5 пен 12-нің көбейтіндісі, келесі 6 мен 10-ның көбейтіндісі. Барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6 нұсқада жазуға болады екен. 6 нұсқа. Келесі ары қарай 1242 есеп. 0, 1, 2, 3 цифрларын пайдаланып, бір цифр қайталанбайтын неше екі таңбалы сан жазуға болады. Ондағы жұп сандарды бір жолға, тақ сандарды екінші жолға жазыңдар. Енді бір цифр 2 рет қайталанбау керек. Енді екі таңбалы сан 0-ден басталмайды, сондықтан 1, 2, 3 былай жазайық. 0, 2, 3 деп жазамын. 2 рет қайталанбайтын болғасын, мында 1 жазбаймын. Келесі мында 1, 3 және 0 болады. Келесі 0, 1, 2 болады. Сонда барлығы сандар 10, 12, 13, 21, 23, 20, 30, 31 және 32 деген сандар. Енді жұп сандарды бөлек, тақ сандарды бөлек жазайық. Жұп сандар 10, 12, 20, 30 және 32 болады. Тақ сандар 13, 21, 23 және 31 болады. Келесі ары қарай 1243 есеп. 7, 5, 4 цифрларын пайдаланып неше екі таңбалы сандарды жазуға болады. Ондағы жай сан неше, құрама сан неше? 7, 5 және 4 деген цифрлардың бұл жерден қайталауға болады, және қайталанбайтын деген сөз жоқ. Сондықтан бұл жерде әрқайсысына 3 тармақ жасайын. Осы 3 санды қайталап жаза берейін. 7, 5, 4. 7, 5, 4. 7, 5, 4. Мұнда барлығы сандар екі таңбалы сан 77, 75, 74, 57, 55, 54, 47, 45, 44 деген сандар. Енді осының ішіндегі жай сан неше, құрама сан неше дейді. Бұл жердегі жай сан тек қана бізде 47 жай сан. Жай сан. Қалғандарының барлығы құрама сан болады. Құрама сан. Енді екіншісін қарастырайын. Жазылуында 9 цифр 2 рет және 0 цифр 2 рет қайталанатын 4 таңбалы сандар жаз. Барлығы неше сан болады дейді. 9, 9, 0, 0 болады. 9, 0, 0, 9 және 9, 0, 9, 0. Барлығы неше сан? 3 сан болады екен. Келесі 1244 есеп. Түзу бойында К, Л, П, Т нүктелері белгіленген дейді. Түзу сайық. Түзу бойында К, Л, П және Т нүктелі белгілен. Неше кесінді пайда болды дейді. К, Л кесінісі, К, П кесінісі, К, Т кесінісі. Келесі Л, П кесінісі, Л, Т кесінісі және П, Т кесінісі. Барлығы 6 кесінді. 6 кесінді. Сары және қызыл қызғалдақтардан әрбір гүл шоғында 3 гүлден әртүрлі неше гүл шоғында айырылуға болады дейді. Бізде сары гүл шоғы деген мынандай букет, осындай букеттің ішінде 3 гүл болу керек. Енді былай істейік. Сары,
сары қылып бір нұсқасын істеу керек, бір букет. Келесі букетте қызыл қылып істеу керек. Келесінде қызыл сары, сосын сары қызыл. Барлығы 4 нұсқа, 4 гүл шоғындай да болады. Гүл шоғы.